Бірінші ғасыр жастардың ғасыры десек, сол жастар да елдің құндылықтары үшін еңбек етуі керек. Рухани жаңғырып, мәңгілік ел болу үшін құндылықтарымызды мәңгі сақтап, жастардың бойына сіңіріп, үйретіп отыруымыз керек. Қазақ елінің құндылықтары жайлы айта берсек шек жоқ. Қазақ халқы салт дәстүрге бай. Мысалы, ата-ананы құрметтеу, үлкеннен бат алу, сәлем беру, сүйінші, байғазы көрімдік сұрау, ат тергеу, кәде тағы басқа. Қазақ ұлды, батырлы, жүректі, намысты болуға баулыса, қыз балаға аса құрметпен қарап, оны мәдениетті, ибалы, ізетті болуға, болашақ ана деп ас мәзірін әзірлеуге, тігіс тігуге баулыған. Әдет ғұрып ишара, ырым тыйым дағды, осының бәрі салт дәстүрдің көрінісі. Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Денсаулығым жаман емес, Құдайға шүкір. Бүгін біз жетата туралы өттік. Апай, жетаталарын жетаттап беріңдер деді. Маған жетатамды айтып беріңізші. Мен саған бұрын жаттатқан болуым керек, бірақ ұмытып қалған шығарсың, мен қайтадан айтып берейін. Міне, сана. Бірінші, папам Біржан, оның әкесі мен Нұржан, менің әкемнің аты Әлжан, оның әкесінің аты Дәуренбек, оның әкесінің аты Қорен, оның әкесінің аты Нияз, оның әкесінің аты Далдан. Міне жетеу болды. Түсіндің ба? Ұмытпайсың ба? Жаттап аласың ба? Қан айтшы. Менің әкемнің аты Біржан, оның әкесінің аты Нұржан, оның әкесінің аты Әлжан, оның әкесінің аты Дәуренбек, оның әкесінің аты Қорен, оның әкесінің аты Нияз, оның әкесінің аты Далдан. Ой, рахмет, молодец, жақсы. Қане енді ата берейін. Өмір жасың ұзақ болсын, денің сау болсын, қайдай болып жүрсең де аман есен, сабақты жақсы оқып, үлкен азамат болып алуға әкпар. Қыздарым, қош келдіңдер. Бүгін мынау түйенің жаңағы қыр-сырын білуге келген екенсіңдер. Жандарымда 35 жылдан бері осы түйені сауып, етін сүтін пайдаланып келе жатырмыз. Бұның еті жаңағы тағамға пайдаланады. Қымыранды баяғы қазақтың халықтары ата-бабамыз бұны жаңағы сусын ретінде пайдаланған, сүтін де ішуге болады бұның. Бұлардың емдік қасиеті де бар. Шұбатты жаңағы сүтін ішсе иммунитетіңді көтереді, сахар ауруларының, асқазан ауруларына болады. Бұның да бір ем. Бұл түйенің еті салмағы 550-600 килограммға дейін барады. Өздері жаңағы жүні 10 кило, 12 килоға дейін бара береді ағалай. Ол жүннен көрпе істейді, көрпеше істейді. Жүн әскей тоққамыз уақытысында жем, бір қалпа, қолдан келіп еріп, сол жүндерден сондай нәрселер істеп киетінбіз. Мынау сүтінің жаңағы құнарлы, өте майлы, басқа сүттерге қарағанда, сиырдың сүтіне қарағанда осындай емдік қасиеттері көп бұлардың. Осындай құрақты емін, құрақтың ерекшелігі, мынаның астына мен мынандай мата салып тігемін. Не үшін? Мынау тез тозбас үшін, сосын мына бетіне тігілген нәрсе қозғалып кетпес үшін тігемін. Жүк жапқыш тігемін, жақын бөлмелеріне ыспани жапқышын тігемін. Қолымнан келген өнерім болса, құрақ-құраған адам ешқашан аш қалмайды. Неге бұл шеберлік? Біздің ата-бабамыздан келе жатқан бұл өнер шеберлігі. Мен өзім 4 қыз, бір ұл өсірген батыр анамын. Қыздарымның бәрі тігеді. Мен олардың бәріне жасауларына осындай нәрсені қосқан қыздарыма. Енді бір түйір ұлым бар. Ұлымда да үйретіп жүрмін осы құраққа.
қазір қырқылап біресе тігіп үйреніп келешекте ол да тігістік кететін шығар деп ойлаймын. Қыздарда бұл ешқашан артықшылық болмайды, өте жақсы өнер. Бір жерің ауырып тұрса, бұны тігіп отырып ыңылдап ән айтсаң, ауырған жерің қояды. Мен өзім өте жақсы көремін тігіп, шаршамаймын. Осы ермек қылып тігіп жүремін. Барлықтарыңызға осы өнер басқа оқи беріңдер, бірақ бұны қыздарды білгені жақсы болады. Өздеріне енді келешекте ешқандай қысылыс жоқ, тігіп өз әдемілеп ұстауға үлкен көмегін тигізеді деп ойлаймын. Қыздар, міне бүгін апаны құлағын көрдік. Апа, сізге денсаулық тілейміз. Ісіңіз алда тазаленсін. Рахмет. Қазақ халқының салт дәстүрінде құрақ құраған, мына қараңдар, сырма құраған, яғни матаның үстіне оюды ойып салып тіккен. Қараңдаршы, қоржын құраған, әртүрлі маталарды үйлестіріп, қылғып, бір-біріне байланыстырып тігіп, қоржынды құрақ құраған. Құрақты қалай құрады сонда? Құрақты алдымен, қызым? Анашым, қалай құрады? Оңай емес екен ғой. Құрақты алдымен біз мата таңдап аламыз. Үйлесетін екі түсті таңдап, мұны былай сызып аламыз. Қараңдаршы міне, сызып алғаннан кейін оны қырқып аламыз. Жеке-жеке таспа ретінде міне, таспа қылып қырқып аламыз. Ақ матаны, күлгін матаны қырқып аламыз. Одан кейін оны үйлестіріп біз тігеміз. Ал мына ортасындағы көзі деп аталады. Қараңдаршы, үйлесетін түспен тігілген көзі. Қазір бесендегі тігіп көрсетемін. Бірінші біз үйлестіріп тігіп аламыз, қыздар. Құрақ құрауда, яғни оңай емес. Үйлесетін түсті таңдауымыз керек. Яғни оларды біз түзу. Аз адамның арқауы, жаман ауруға жақсы ас демекші, қазақ халқы үшін дастарханнан дәмнен үлкен нәрсе жоқ. Қазақтың ұлттық дастарханында көбіне мал тағамдарынан пайдаланған болар. Мысалға, ет, сүт, қымыз, сары май, құрт, міне барлығы біздің дастарханымызда бар. Қазақтың басты тағамы ет болғанында. Еттердің ішінде жоғары бағаланғаны жылқының еті. Жылқының етінен міне қазы дайындалады. Осы ет тағамдарымен бірге бірге сүт тағамдары да дайындалған. Сүттердің әр түрі бар. Мысалға, жылқы сүтінен қымыз, түйе сүтінен шұбат, сиыр етінен май, ірімшік, құрт дайындалған. Қазақ халқы егіншілікпен айналысып, отырықшылыққа бет алған кезде мал өнімдерінен басқа жеміс, көкөніс, дәнді дақылдардан да тағамдар дайындалған. Мысалға, тары, арпа, бидай, күріш. Мысалға, мына тарыдан майсүйек дайындалады, талқаннан жент дайындалады. Ал жемістерден мынадай қауын, қап дайындалады екен. Ал балдар, біздің дастарханымыздан дәм татыңдар, ас болсын. Біз бүгін 4 түлік малдың бірі, әлі киелі жануар, түйе жайы. Оның сүтінің пайдасы жайы боламыз. Түйені бұрынғы кезде балалар көлік ретінде мінген, шөлді жерлерде көшіп қонуға өте ыңғайлы болған. Сондықтан да енді қазір біздің апамыз түйені сауып біткеннен кейін сүттің пайдасы туралы оның
шұбатының қаншалықты маңыздылығы туралы айтатын болады. Hoş geldіңдер. Бүгін мынау түйенің жаңағы қыр-сырын білуге келген екенсіңдер. жандарым, мынау 35 жылдан бері осы түйені сауып, етін сүтін пайдаланып келе жатырмыз. Бұның еті жаңағы тағамға пайдаланады. Мынау қымыранды баяғы қазақтың халықтары ата-бабаларымыз бұны жаңағы сусын ретінде пайдаланған, сүтінде ішуге болады бұның. Бұлардың емдік қасиеті де бар. Шұбатты сүтін ішсе иммунитетіңді көтереді, сахар ауруларына, асқазан ауруларына болады. Бұның да бір ем. Бұл түйенің еті салмағы 550-600 килограммға дейін барады. Өздері жаңағы күні 10 кило, 12 килоға дейін бара береді ағай. Бұл жүннен Бүгін қалай ертейтінім, аттың әбзелдері қалай түйетінің бәрін көрсетемін балам бүгін. Бірінші атты әкеп байлағаннан кейін жүгенін саласын. Мына дейді. Балам. Мына кейін. Жүгенді сап. Басын. Мынау жүгеннің астында тұрған жылы сағалдырық дейді. Сағалдырықты байлайсың. Одан кейінгі аттың керлігін алады, тоқымын аттынан. Әнеки бар. Аттың үстін керлікті саларда мынандай шаң болып тұрады. Оны өйтіп, сүртіп, аттың үстін тазалап, салады, бүйтіп, керлікті салады. Керлік деген аттың денесін құрғатып ұстайды. Одан кейін мына тоқымды саламыз. Тоқымдан кейін желдік дейді. Әкел бала. Мына желдікті саламыз. Енді егәрді әпер. Мына аттың егәрін саламыз. Одан кейінгі тартпаны саламыз. Тартпаны салып, тартпаны тартамыз. Мысалыға тартпаны мынандай бір-ақ түрімен болмайды. 3 қабаттап тартамыз. Түсіндің ба? Екі тұрып тартпаны қысып тартады атқа. Денесіне бос болмау керек. Денесіне тартпа бос болатын болса аттың арқасын қажап жауыр болады. Енді атқа міне қой. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ой балам, аяғыңды салсаң жөн деп балам. Міне тоқта балам. Үзеңгіге аяқ салады ең, егерді басынан. Тізгенді ұстайды. Үзеңгіден аяқты алмайды. Үзеңгіде аяқ болып, аяғын үзеңге салып тұрасың. Міне, осы міне аттың